Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен Айғаным Зылпиева, оқушылар, сіздермен бүгін 8-ші сыныптың 2-ші тоқсанға арналған тжб тапсырмаларын орындайтын боламыз. Ол 2 нұсқадан тұрады. Бірінші сұрақ бойынша В варианты ультракүлгін деген вариант дұрыс. Екінші сұрақта жылу бөле жүретін реакция теңдеуін жазу керек. Жылу бөлгенде жылу сыртқа кетеді, яғни плюс Q деген варианттарды белгілейміз. Ол В варианты дұрыс, яғни 1 мен 3 реакциялары сәйкес келіп тұр. Келесі үшінші тапсырмада сөйлемді толықтырыңыз дейді. Яғни көріп тұрғандарыңызда көк сөздер бізде берілген, осыларды тиісті орынға қою қажетпіз. Бірінші сұраққа молекула саны, екіншіде тұрақты көлем болады, үшіншіде қалыпты жағдайда кез келген газдың 1 молі 22,4 литр көлем алады дейді. Яғни бізде қалыпты жағдайда, есеп шығарған жағдайда 22,4 литрді қолданатын боламыз. Келесі 4-ші тапсырмада бізде дұрыс емесін қоямыз. 1 бойынша дұрыс, екінші сұрақ бойынша көміртек қосылыстары шала жанғанда көміртек 4 оксиді түзіледі деген. Бұл дұрыс, яғни дұрыс емес. X, яғни бұрыс. Енді келесі бізде 5-ші кесте бойынша қосылыстың атауы, зат мөлшері, зат массасы, бөлшектер саны берілген. Осыларды есептейміз. Азот бізде N2 болғандықтан 28 грамм болады. H-хлор, яғни тұз қышқылының зат мөлшері 2 моль. Ол бізде бөлшек саны 12,04, оның 23 дәрежесі болады. H2O-ның зат мөлшері 3 моль. Бұл жерде 3 моль болғандықтан 3-ті 6,02, оның 23 дәрежесіне көбейткен жағдайда 18,06 көбейтілген, оның 23 дәрежесіне тең болады екен. Ал H2O-ның 18 грамм деген массасы қайдан шықты деген сұрақ туындайтын болса, сутектің атомдық массасы 1, 1-ді 2-ге көбейтеміз, және оттек тұр, яғни О деген таңбамен, яғни 16-ға 2-ні қосамыз, 18 грамм түзіледі екен. Енді келесі бізде 6-шы тапсырма бойынша сызба нұсқа берілген экзотермиялық және эндотермиялық реакцияларды анықтау қажетпіз. Ол үшін біз суретке қараймыз, яғни экзотермиялық болса бізде жылу сыртқа қарай кетеді, ал эндотермиялық реакция болатын болса жылуды біз не істейміз? Жылуды ішке қарай сіңіреді екенбіз. Сурет бойынша бірінші тапсырмада эндотермиялық реакция болады, екінші тапсырма бойынша экзотермиялық реакцияларға сәйкес келеді екен дейді. Енді келесі сол сұрақтың Б болса, қай суретке үдеріске сәйкес келеді дейді. Яғни біріншісіне сутектің жануы және ақтастың ыдырауы. Сутектің жандырған кезде біз H2-ге O2-ні қосамыз, яғни жанады, ал ақтастың ыдырауы бізде кальций карбонаты деп аталады. Оның термохимиялық теңдеуін құрастыратын болсақ, кальций карбонатын ыдыратамыз, кальций оксиді SO2 газ бөлінеді. Яғни ыдырау болғандықтан бұл жерде минус Q-ді жазамыз. Келесі 7-ші есепте бізде металл берілген, яғни магний. Соны реакция теңдеуін құрастырамыз. Магнийға тұз қышқылын қосамыз, H-хлорды. Нәтижесінде магний хлор 2 және H2 газ бөлінеді. Газдың стрелкасын міндетті түрде қоюды ұмытпаймыз. Магний эквиваленті болғандықтан магний хлор 2 болады. Ал H-хлордың бізде массасы 73 грамм болды есептеу бойынша. С тапсырмасында магний металлының зат мөлшерін табу үшін бізде массаны үлкен массаға бөлеміз, яғни 1 моль зат мөлшері, магнийдің зат мөлшері 1 мольге тең болып тұр. Енді келесі бізде 8-ші тапсырма бойынша бізде белсенді натрийді сумен әрекеттестіріп сутекті алу реакциясын жаз дейді. Бізде натрий бірінші топта орналасқан, яғни бірінші топтың элементтері өте белсенді болып келеді. Осының реакциясын жазамыз. Ал А тапсырмасы бойынша бізде сутегі ауадан жеңіл болып саналады. Енді бізде натрий мен суды әрекеттестіргенде нәтижесінде натрий гидроксиді және H2 газ бөлінеді. H2, яғни сутектің газын біз міндетті түрде қоюды ұмытпаймыз. Келесі тапсырма бойынша бізде АВС-ді шарлар, шардың азот 4 оксиді көмір қышқыл газ сутекпен толтырылған дейді. Қай сурет толтырылғанын тауып физикалық қасиетін айтамыз дейді. Бұл жерде жаңа айтқандай сутегі шары ауадан жеңіл болып келеді. Жаңа айтқандай бұл жерде суды ашып жаздық, H2O деп, яғни нәтижесінде сутек бөлініп шығады. Сутегін қолдану салаларынан бір мысал дейді. Минералды тыңайтқыштарды не істейді? Өндіреді екен.
Келесі бізде шіріген жұмыртқаның иісі сияқты қандай газ бар деген сұрақ туындап отыр. Бұл жерде сутек пен күкіртті әрекеттестіреміз, нәтижесінде күкірт газы, яғни күкірт-сутек газы бөлінеді. Газ болғандықтан стрелканы жоғары қаратамыз. Ал келесі тапсырма бойынша калий хлоратын ыдырау теңдеуін жаз деп жатыр. Калий хлор 3-ті айырылу реакциясы бойынша жазамыз. Яғни калий хлор O3 тең 2 калий хлор плюс 3 O2 шығады. O2-ге біз стрелка жоғары қоямыз, себебі ол газ болып тұр бұл жерде. Енді келесі бізде зертханада оттегін алу үшін бізде қандай әдіс бар дейді. Калий перманганатын ыдыратамыз, яғни калий 2 марганец O4 айырылу реакциясы бойынша жазамыз. Келесіде бізде бірнеше формулалар қате берілген, осыларды дұрыс қарастыру қажет. Бізде яғни пероксид. Пероксид деген бізде H2O2 болады. Оны айырылу реакциясы бойынша жазған кезде нәтижесінде су бөлінеді және O2 бізде газ бөлінеді. Келесі екінші тапсырмада көміртекті жандырамыз, яғни кез келген металл немесе элементтерді жандыр деп айтатын болса, онда O2 қосып реакция теңдеуін жазамыз. Бұл жерде SO2 көмір қышқыл газы. Тоже стрелканы қоямыз, ұмытпаймыз. Соңғы тапсырмада тыныс алуды жеңілдету үшін деген жауап берілген. Сіздермен болған Айғаным Зұлпиева. Енді келесі екінші нұсқаны талқылаймыз. Екінші нұсқа бойынша бізде бірінші сұрақ ультракүлгін сәулелерден қорғайды екен, бізде озон қабаты. Енді келесі бізде екінші сұрақ бойынша жылуды сіңіре жүретін реакциялар, яғни эндотермиялық реакцияларды сұрап жатыр. Бұл жерде -Q деген варианттардың бәрін белгілейміз. Яғни 2 мен 4 деген Е вариантына сәйкес келіп тұр. Е вариантын белгілейміз. Ал экзо болса +Q болады, эндо болса -Q болады. Енді келесі бізде үшінші сөйлемді толықтырыңыз деген жаңағы бірінші нұсқаға кішкене сәйкес келеді. Бірақ орындары ауысқан. Бірінші тапсырмада қалыпты жағдай болады. Қалыпты жағдайда бізде есеп шығарған кезде 22,4 литрді қолданамыз. Екінші тапсырмада молекула саны деген тура келеді. Үшіншіде бізде бөлшек саны дейді. Енді келесі бізде тұжырымдар берілген, соның дұрыс немесе дұрыс емес екенін анықтаймыз. Бірінші сұрақ бойынша бізде бұрыс болады, яғни дұрыс емес. Екінші тапсырма бойынша дұрыс болады, себебі көміртек жанады, жанған кезде SO2, яғни көміртек 4 оксиді түзіледі, яғни бұл бізде дұрыс деген вариантты білдіреді. Келесі бізде 5-ші тапсырмада кесте берілген. Бізде тұрақты Авогадро тұрақтысы бойынша 6,02, оның 23 дәрежесін моль санына көбейте саламыз. Яғни азоттікі 2 моль болғандықтан 12,04 шығады. H-хлор тұз қышқылыңқы 3 моль болғандықтан 18,6 шығады. Соңғысы бізде H2O су 1 моль, яғни 1 моль білеміз, ол әрқашанда 6,02, оның 23 дәрежесіне тең болады екен. Енді заттың массасын табу үшін атомдық массаларын қосып шығамыз, ал индексіне сәйкес келетін болса, онда көбейте саламыз. Мысалы, азот N2, азоттікі 14, 14 2 көбейтеміз, 28 болады. Судікі мысалы, сутектікі 1, 1-ді 2-ге көбейтеміз, және оттектікін атомдық массасын қосамыз, яғни 18 грамм шығады. Бұл зат массасы. Енді келесі бізде 6-шы тапсырма бойынша суретте экзотермиялық және эндотермиялық процестер берілген. Осы суретке қарап, ажыратып, бөліп жазыңдар дейді. Яғни жылуды ішке сіңіретін болса, ол эндотермиялық болады. Ал жылуды бізде сыртқа бөлетін болса, онда бізде не болады? Экзотермиялық болады екен. Енді бірінші сурет бойынша бізде эндотермиялық, екінші сурет бойынша бізде не болып тұр? Бірінші сурет экзотермиялық, екінші сурет бізде эндотермиялық деп жазатын боламыз. Енді басында бізде қай сурет қайсына сәйкес келіп тұр дейді. Яғни сутектің жануы екінші сурет, актастың ыдырауы бірінші суретке сәйкес келіп тұр. Актас деген бізде кальций карбонаты, ыдыратқан кезде кальций оксиді және SO2 газ бөлінеді. Ыдырауы болғандықтан бұл жерде -Q болады. Термохимиялық теңдеу бойынша жазған кезде. Келесі 7-ші тапсырмада бізде металл мырыш берілген, оны тұз қышқылмен әрекеттестіріңдер дейді. Яғни H-хлор мырыш эквивалентті болғандықтан жаңағы цинк хлор 2 деп жазамыз. H2 және газ бөлінеді.
газ деген стрелканы қоюды ұмытпаймыз. Б тапсырмасында бізде тұз қышқылының массасын тап деген, яғни бізде X табатын затымыз H-хлор 73 грамм шықты. Келесі бізде марш металының зат мөлшерін есепте деді. Зат мөлшерінің формуласын табу бізде массаны үлкен mr-ге бөледі екенбіз. Сол кезде бізде зат мөлшері шығады. Бізде зат мөлшерінің өлшем бірлігі моль, ал массаның өлшем бірлігі грамм болып саналады. Өнеркәсіпте бізде сутекті алудың жолдары бірнеше түрі бар. Ең маңызды жаңағы жолдарын жазатын боламыз. Мысалы, жоғары температурада көміртектің су буымен әрекеттесуін жазыңдар дейді. Ол реакция бізде көміртектің су буымен деп жатыр, яғни көміртекті сумен әрекеттестіреміз. Нәтижесінде СО газ және H2 газ бөлінеді. Екеуіне де стрелка қоюды ұмытпаймыз. Келесі бізде Б суретіне, Б тапсырмасы бойынша сурет берілген. Сол суретке қарап біз қандай физикалық қасиеті бар екенін анықтаймыз сутектің. Яғни сутек шары бізде ауадан жеңіл болып саналады. С тапсырмасы бойынша сутек бізде қайда қолданылады деп жатыр. Яғни сутек бізде минералды тыңайтқыштар өндірген кезде қолданылады екен, және тағы басқа салаларда қолданылады екен. Енді келесі тапсырмада бізде жұмыртқаның шіріген иісі сияқты газ түзіледі дейді. Ол газдың реакция теңдеуін жазыңдар деп жатыр. Енді ол реакцияны жазу үшін біз сутекпен күкіртті әрекеттестіреміз, яғни H2 плюс S. Нәтижесінде H2 газ бөлінеді. Газ болғандықтан стрелканы жоғары қоямыз және қоюды ұмытпаймыз. Ол үлкен қателік болып саналады. Мен мына жерде компьютермен жазғандықтан мына жерде стрелкалар қою кішкене уақытты алды, сондықтан жазған жоқпын. Ал сіздер міндетті түрде жазып отырыңыздар. Енді келесі 9-шы тапсырма бойынша бізде мәтін берілген. Осы мәтіннің ішінде дейді калий хлоратын айырылу реакциясын жазамыз дейді. Яғни калий хлор 3 тең 2 калий хлор және O2 газ бөлінеді. Міндетті түрде O2-ге стрелка жоғары қоямыз. Одан кейін зертханада оттегін алу үшін біз калий перманганатын істейміз, қыздырамыз. Яғни калий 2 марганец O4. Келесі мына өзгерістерді жүзеге асыру қажет, бірақ бізде шатастырып бізге бірнеше формулалар берілген. Соны дұрысын жазу үшін бізде H2O2-ні ыдыратамыз. Айырылу реакциясы бойынша H2O2 деген пероксид. Нәтижесінде H2O су бөлінеді және O2 газ бөлінеді. Реакцияны теңестіру үшін пероксид пен судың алдына 2 қоямыз, яғни екі жақ реагент пен өнімдер теңеседі. Екінші тапсырмада көміртекті жандырамыз, яғни оттек қосамыз. Нәтижесінде СО2 көмір қышқыл газы бөлінеді. Бұл жерге де стрелканы қоямыз және көміртек 4 оксиді деп те атауымызға болады. Соңғы тапсырмада бізде медицинада сұйық оттек не үшін қолданылады дейді. Тыныс алуды жеңілдету үшін қолданылады екен. Сіздермен болған мен, Айғаным Зұлпиева. Мен каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап қойыңыздар. Егер де түсінбеген бірнеше сұрақтарыңыз болса, комментарийға жаза кетіңіздер. Міндетті түрде ответ қайтарамын.